Сәлеметсіз бе? Сіздермен бірге даналық сөздер арнасы. Арнамызға қош келдіңіздер. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өзіне өзі ор қазған адамға ешкімде ештеңе де көмектесе алмайды. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу қажет емес. Бірақ ұлы адам болғыңыз келсе, бастау сіздің ең үлкен парызыңыз. Адамнан ар кеткенше жан кеткені жақсы. Өйткені сенің көптеген жақсылықтарын адамдардың есінде қалмауы мүмкін, бірақ кішігірім қателіктерін ешқашан ұмытылмайды. Қабырға артындағы мың дұшпаннан жанында жүрген бір дұшпан қауіпті. Менің рұқсатымсыз мені ешкім ренжіте алмайды. Ашулы кезінде иіліне ие болған адам нағыз ұлы адам. Жаман мінез құлқы бар адамнан аулақ жүріңіз, өйткені сынықтан басқаның бәрі жұғады. Егер сіз биікке шыққыңыз келсе, тек өз аяғыңызбен шығыңыз, өзіңізге сенім артыңыз. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз ешқашан өтпейді. Сұлулық әйелдің бақыты, қадірін білмесе соры. Жұмадан үміт күтсен, бейсенбіден әрекетке көш. Білімдімен дос болсан, сасқанда ақыл берер. Адамды бақытынан айыратын үш нәрсе: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күннің қадіріне жетпеу. Жабайы аңдардан қорқудың қажеті жоқ. Жаман достан қорқыңыз, өйткені жабайы аң тәніңді жараласа, жаман дос жаныңды жаралайды. Неғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасын. Сен өзгеге күлме, саған да күлетіндер табылады. Бір келін алдым, отырдым, екі келін алдым, тік тұрдым, үш келін алдым, жүгірдім. Қонағың келсе есіктен, ризығын кірер тесіктен. Еңбек адамды үш зұлымдықтан арашалайды: зерігуден, жамандық жасаудан және мұқтаждықтан. Жек пікірі бар адамға ғана бір нәрсеге тұрарлық адам болады. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме. Адамдардың барлығы айналасындағыларды өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгертуді ойламайды да. Кедейлік дегеніміз мүмкіндіктің азайғаны емес, қомағайлықтың артқаны. Аз жесен көп өмір сүресің. Қолы ашықтың жолы ашық. Өзін жақтырмайтын нәрсені өзгеге де тең көрме. Тұзаққа түскен бұлбұлдан еркін жүрген торғай артық. Адамдар сіздің кісілігіңізге сенсін дейсіз бе? Ендеше оларды айтып мақтанбаңыз. Кешегі күнмен емес, ертеңгі күнмен емес, бүгінгі күнмен өмір сүр. Адам баласы шындығының ашылып қалуынан өлердей қорқып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ. Адамды ақылға жетелейтін үш жол бар. Біріншісі тәжірибе жолы, ол ең ащы жол. Екіншісі еліктеу жолы, ол ең жеңілі. Ал үшіншісі ойлау жолы, ол ең таза жол. Өз эмоцияларыңды басқаруды үйрен, әйтпесе ол сені басқара бастайды. Егер бай болғың келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйрен. Атын жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балан жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Қызын жақсы болса, жайқалып өскен құрағы. Әйелін жақсы болса, бірінші иманын, екінші жиғанын, үшінші ырысының тұрағы. Сіздермен бірге болған даналық сөздер арнасы. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыз.